Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында балмұздақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге небәрі 2 немесе 3 қана зат керек болады. Яғни ол үшін 33% сливки, сгущенка 1 банка және де 2 банан. Енді бананның орнына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген жеміс-жидекті қосуларыңызға болады. Ең алдымен сливкиді жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Сливкиіміз холодильникте кем дегенде 6 немесе 7 сағаттай салқын болып тұрғанын дұрыс болады. Сол кезде сіздердің жаңағы балмұздақтарыңыз керемет болып шығады, яғни жақсы көтеріледі сливкиіміз және де түсіп кетпейтін болады. Ендігі кезекте 1 банка сгущенкамызды араластырамыз. Қатты араластырмаймыз, яғни мынадай лопатканың көмегімен жаймендеп, жаңағыдай жеңіл түрде араластыру қажет болады. Ашылған бананымызды жақсылап тұрып миксермен езіп аламыз және де жаңағы дайын қоспамызға араластырамыз. Дайын болғанның барлығын араластырып болғаннан кейін осының барлығын бірнеше сағатқа холодильникке салып қоямыз. Егер сіздерде түрлі формалар болатын болса, сондай формаларға салып қойсаңыздар да болады. Мұздатылған осындай керемет балмұздақты содан кейін балаларыңызға түрлі жемістермен, түрлі салмалармен осылай әсемдеп балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді және де кез келген адамға ұнайтын керемет балмұздақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.